Алматыда ең ірі мәдени іс-шаралардың бірі Қара форум өтті. Оны Қара студияс командасы 4-ші жыл қатарынан ұйымдастырып келеді. Форум бір алаңда кино, музыка, өнер, дизайн және креативті продюсерлік саласының өкілдерін тоғыстырды. Биыл алғаш рет Қара форумның бас серіктесі ретінде Каспий-KZ қазақстандық инновациялық компаниясы қолдау көрсетті. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Целини заманауи мәдениет орталығының әр бұрышында шығармашылық атмосфера сезіледі. Мұнда жарқын баяндамалар, тың идеялар айтылуда. Дәл осы жерде фильмдер мен клиптердің сценарийлері жазылып, жаңа музыкалық топтар дүниеге келуде. Қазақстанның креативті индустриясы жаңа деңгейге көтеріледі. Ал бұл жас таланттардың басын қосқан Қара студияс пен Каспий-KZ. Каспий-KZ бар жерде әрдайым масштаб ұлғаяды. Сондықтан биыл форумда жаңа деңгейге көтерілді. Ауқымымыз кеңейді. Осындай керемет жобаларды бірге жасау, оларды дамытып, көбірек жас креаторларға шабыт беру өте тамаша. Сахнада көріп тұрған кәсіпкерлер мен блогерлердің әрқайсының Каспий-KZ пен өзара жұмыс тәжірибесі бар. Мысалы, шаш стилисі Сэм Сариева өзінің карабинге тағылатын авторлық бұрымдарымен танымал. Бұл тек сәнді тренд қана емес, қазақ мәдениетінің элементтерін де кеңінен насихаттайды. Менің брендім халыққа, біздің қыздарға, заманауи қазақ қыздарына арналған деуге болады. Оның Каспийде болғаны өте ыңғайлы, өйткені бәріміз Каспий магазинді қолданамыз. Тіпті азық-түлікке де сол жерден тапсырыс беремін. Шынымды айтсам, іс-шараға керек аксессуарды Каспий магазин арқылы ала салу өте қолайлы. Каспийдің Қара форумды қолдағаны керемет. Қара форум шығармашылық адамдарды қолдайды, ал Каспий сол адамдарды басқа қырынан қолдайды. Меніңше бұл өте сәтті коллаборация болды. Ал Азиза Айбадуллина жеке көзілдірік брендін құрған. Кәсіпкердің айтуынша, бұл жай ғана сәнді аксессуар емес, азиялық бет пішініне сай келетін ыңғайлы әрі қажетті бұйым. Алдағы жоспар Қазақстаннан тыс нарыққа шығу. Қазір Каспий жасанды интеллект сынды өркениет игіліктерін белсенді пайдаланып жатырмыз. Онда бір ғана батырманы басасың, әрі қарай ештеңе істеудің қажеті жоқ, бәрін өзі жасап береді. Бұл форумда Каспийдің біздің шығармашыл жастарды қалай қолдап жатқаны ерекше сезіледі. Мұнда өнер, креатив пен шабыт атмосферасы ауада қалықтап тұр. Режиссер Нұрлан Қуанышбек Қара форумға өзі сияқты креативті адамдармен танысу үшін келген. Қазір ол актерлерді іздеп жүр, және түсірілімі жуырда басталатын фильміне кастингке шақыруға дайын. Мұндай алаңдар танысуға, кездесуге және жаңа дүниелер жасауға мүмкіндік береді. Жаңа жобалар, жаңа идеялар. Әсіресе бір істі бастағысы келетін жастар үшін бұл өте маңызды. Көшеде жай ғана танысып кету қиын, ал осындай іс-шаралар адамдарды біріктіріп, үлкен көмек береді. 20 жастағы жас режиссер Әдемі Рахметова бас серіктес Каспий-KZ пен Қара студияс бірлесіп өткізген байқаудың жеңімпазы атанды. Бүгін ол бас жүлде Комик-кон Сан-Диего халықаралық ірі фестиваліне жолдаманың иегері болды. Барынша көп тәжірибе жинап, оны еліме алып келуге тырысамын. Каспий-KZ-ке үлкен рахмет. Каспий-KZ сияқты үлкен компания мен сияқты жас қыздың шығармашылығына қолдау көрсетеді деп мүлде ойламадым. Мұны өте жоғары бағалаймын. Әлі күнге дейін болып жатқан жайтқа сене алар емеспін. Форумға шамамен 3000-ға жуық адам қатысты. Бұл дегеніміз жақын арада Қазақстан кино, музыка, фотография және бейнелеу өнері саласында жаңа толқынды таныстырады деген сөз.